Біртұтас қазақ елім, бір адам келем деп еді шайға, ер адам. Шай қайнап болды. Енді мен мына ен жинап отқам. Қараңызшы. Үлгермей қалдым, мына вобл бар. Сосын кофе ішейін онда да, мүмкін келіп қалар. Сосын не мынаны көрсетейін деген ағайындар. Міне, жасамай тұр ағайындар. Кім келеді, бүгін скидка болады әжетханаға деп ойлап едім. Бір келген адамға берем ғой. Скидка деген білесіздер ғой. Скидка деген ол деген осы аккаунт, достар. Мен қазір кірем да, мынаған кіре қойыңыздаршы, пожалуйста, мен. Міне осы колу деген. Екінші аккаунтым бар, ол деген басқа, мына жүктелмей жатыр, мен достар. Жарты сағат отырмын, әлі жүктелмей жатыр. Мына жазған себебім, мына екінші аккаунтым бар, қазір көрсетемін. Мына нелерге жазып отқаным ғой. Оқырмандар бар мына. Мен жаңа көйлегімді мақтанып көрсетейін деп отқам, мақтаған бұтын ашар дейді. Көрдіңіз бе? Көрініп отыр ма? Қалай қарайды? Жаңа көйлегім, жаңа шалбарымды көрсетейін деп отқам сіздерге. Бүгін скидка бар деп әжетханаға бағана бір адам келем дегесін. Кеткем, келмей қалды. Жақсы. Ода тұрған ештеме жоқ. Міне, осы. Мен үйірсермен кірем мен қазір 872-87-87. Онда 100 адам келеді бұйырса эфирге. Сол кезде мына Коля 872-87-08-ге тіркеле қойыңыздаршы. Болды, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын ағайындар. Мен сол тағы осы. Осындай көйлек 6000 теңге екен. Мен тағы біреу керек болып тұр осындай. Тағы осындай. Сосын шапан керек ағайындар. Шапан алайын деп едім. Амантта болайық. Мен ол күтіп отырмын. Мынау мен жеп отыр деп ойлап қалмаңыздар. Әлі келер. Сағат деген 18:00 сағат. Бүгін нешесі? Бүгін қонаққа шақырды ғой, 26-сы. Мен барған жоқпын, 25 шақырды ғой. Так, алдабай, амантта болайық. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын.